Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен өте жылдам, көп уақытты алмайтын қазіргі хит трендтегі самсаның рецептімен бөлісемін. Яғни дастарханның сәнін ашатын, қамырды жаюды қажет етпейтін, яғни арасына май жағып отырып жаймайсыз, өте жылдам дайын болатын песочный қамырдан жасалынатын тюльпан самсаның рецептімен бөлісемін. Самсамызға қажетті заттар: ұн, сары май, тұз және де қаймақ қажет. Алдымен ұнымыздың үстіне сары майымызды үкіштен өткізіп саламыз. Осылай майымызды үкіштен өткізіп алдық. Енді қолымыздың көмегімен крошка жасаймыз, яғни майымызды, ұнымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып алдық. Осы самсаның құрамына қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Енді үстіне тұзымызды саламыз және қаймағымызды саламыз. Бұл тестаға ешқандай судың да, сүттің де қажеті жоқ. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер сіздерде. Енді жақсылап қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды үстіне тағы да қамыр қопсытқыш қосамыз. Видео барысында толық көрсетілмей қапты сіздерге. Қамыр қопсытқыштан бір шай қасық қосасыздар. Қамырымызды илеп болды. Мінекей песочный тесто болды. Енді 10-15 минутқа холодильникке, пакетке салып, кішкене қойып қоямыз. Енді сол аралықта самсаның арасына салмасын дайындайтын боламыз. Үйіңізге қонақ келгенде жылдам дайын болатын самсаны осы рецептпен жасасаңыздар болады. Самсамыздың салмасына тартылған ет, картоп, пияз қажет. Картопымыздың, пиязымызды майдалап турап аламыз. Тураған картопымызды, пиязымызды тартылған етіміздің үстіне саламыз. Татымына қарай қара бұрыш және де тұз қосамыз. Және де самсамыз сочный болу үшін кішкене сұйық май қосамыз. Жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Қымамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, самсамызды жасаймыз. Осылай сопақша рет қойып қойды мен. Тағы да кішкене қолымыздың көмегімен басып жібереміз. Енді бірнеше бөліктерге бөліп, шамамен көз мөлшерінен 40 грамдай қамыр бөліп шығамыз. Тараздарыңыз болса, таразға өлшеп істесеңіздер болады. Сонда самсаларыңыз бірдей болып шығады. Мен көз мөлшеріме істеп жатырмын. Осылай барлығын бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Домалақ пішінге келтіріп аламыз. Қамырларымызды дайындап алдық. Енді оқтаудың көмегімен ақырындап жаямыз. Себебі қамырымыз өте нәзік, жабысқақ болып келеді. Қатты жұқа, қатты қалың қылмаңыздар. Орташа қалыңдықта жаюыңыз қажет. Осылай домалақ пішінде жайып аламыз. Енді қамырымыздың тура ортасынан пышақпен кесіп аламыз. Салмамызды саламыз шетіне. Мінекей осылай самсамызды түйіп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай жасайсыздар. Мына түбін жақсылап
бекітеміз, себебі ашылып кетпеуі керек. Піскен уақытта ашылып кетеді, су ағып. Сол үшін осылай қаттырақ бекітеміз түбін. Мінекей формасын тюльпанға келтірді. Осылай барлығын түйіп шығамыз. Тағы бір рет көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Осылай оқтаумен нақтылап жаямыз. Қатты баспаңыздар, қамырымыз жыртылып кетеді. Өте нәзік песочный қамыр болғандықтан. Осылай түйіп шықтық. Енді табамызға саламыз. Кішкене арасын ашықтау қылып саламыз, себеп піскен уақытта кішкене көтеріледі. Жабысып қалмау үшін бірін-біріне осылай алшақтау қылып орналастырдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқамызды жағып шықтық. Әсемдік үшін осылай күнжітпен макты қолдандым. Сіздерде қайсысы бар, сосын сонымен әсемдей беруге болады. Осылай барлығын бетіне әсемдеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. 30-35 минутта мінекей самсаларымыз пісіп шықты. Өте әдемі, көп уақытыңызды алмайтын, жылдам дайын болатын қазіргі трендтегі хит самсалардың бірі тюльпан самсасы. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Өте әдемі, мінекей арасы әдемі болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.